Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, тез әрі оңай жасалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен үйдегі бар ингредиенттер: капустамызды майдалап турап аламыз, сәбізімізді үккіштен өткіземізді, үстіне қызыл болгар бұрышын осылай соломка етіп турап салатын боламыз. Одан кейін екі қызанағымызды осылай майда бөлшектерге бөліп, бұны да қосатын боламыз. Кейін бұған сухарики араластырсаңыз болады, кириешки немесе хрустим, немесе үй жағдайында кәдімгі ақсай нанын төртке бөліп, кубик ретінде сухарик қылып жасап, осыған қоссаңыздар болады. Сіздерге кеңес болсын, үйлеріңізде осындай желінбей қалған нандар болса, осындай 4 кириешкидің формасында сухарики қылып тастасаңыздар, балаларыңыз кириешки деп жеп қояды. Сосын менде мында дайын цезарьдің соусы болды, немесе обычный майонез, немесе сметана қоссаңыздар да болады. Соңынан жұмыртқамызды 5-6 бөлікке осылай соломка етіп турап, оны да қосамыз. Осымен салатымыз дайын. Асыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.